Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай Бонафи пай тортын жасап үйренетін боламыз. Негізінде сыртындағы коржын печеньемен, ал ішіндегі карамелін вареный сгущенкамен жасауға да болады. Бірақ бүгін біз барлығын өзіміз жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге 300 грамм ұн қажет, 100 грамм қант, 10 грамм разрыхлитель, 1 жұмыртқа және 150 грамм сармай қажет болады. Сармайымыз еріп тұрмау қажет, морозилкадан алу қажет сармайды. Соны осылай терканың көмегіменен барлығын майдалап шығамыз. Енді майдаланған сармайменен ұнды жақсылап қолмен араластырамыз. Екеуі бір-біріне араласып кеткенге дейін қолменен мыжғылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болып, енді 10 грамм разрыхлительді қосып, тағы біраз араластырамыз. Разрыхлительді қосып, артынша қантты қосамыз. Тағы да барлығы осы қамырға еніп кеткенге дейін араластырамыз. Қант қамырға толықтай араласып кетті. Енді бір жұмыртқамды қосып, тағы да қолменен араластыратын болам. Жұмыртқаны жақсылап араластырып болып, қамыр дайын болған соң 30 минутқа морозилкаға жібереміз. Сосын барып морозилкадан алып шығып, жаятын боламыз. Қамырды морозилкадан алып шыққан соң, осылай противеньге жайып шығып, 180 градуста пешті қыздырып, соған 15-20 минутқа салып пісіреміз. Коржымыз дайын болғанша біз карамель жасайтын боламыз. Карамельге бізге 150 грамм қант, 110 грамм сливки менде осындай президент сливки, 100 грамм сармай және осындай бос ыдыс қажет болады. Ең алдымен қанттың 1/3 бөлігін осы бос ыдысқа салып, отта ертіп аламыз. Осы бір бөлігі еріген соң, кейінгі бөліктерін қосатын боламыз. Және сливкиді жақсылап қайнатамыз. Қанттың барлығы еріп болған соң сливкиді қосатын боламыз. Мен қазір отқа қойдым. Қантым осылай ери бастады. Осы уақытта біз ешқандай араластырмаймыз, тиіспейміз, өзі ери береді. Осылай қант толықтай еріп кетті. Енді екінші бөлшегін қосамыз қанттың. Бұны да қосып ертіп аламыз. Бұл да бізде еріді. Енді үшінші бөлшегін қосамыз қанттың. Барлығын толықтай араластырып ерітеміз. Еріген соң үстіне қайнап тұрған сливкиді құямыз. Жақын түсірген себебім сіздерге толықтай анық көрінсін деп, әдейі карамельді жақын түсірдім. Енді осының үстінен қазір сливкиді құямын. Сливкидің жартысын құйып алдым. Енді екінші бөлшегін құямын. Солай барлығын араластырамын. Сосын бірден сармайды қосып жіберемін. Барлығын араластырып болып, сармайды қостым. Барлығы толықтай еріп кетті. Егерде арасында осындай түйіршіктер пайда болса, онда тағы да біраз уақыт араластырсаңыз, отта ұстап, онда олардың барлығы толықтай еріп кететін болады. Менде карамель осылай дайын болып шықты. Қазір кішкене сұйықтау, бірақ тоңазытқышқа 2 сағатқа жіберсек, кішкене қоюланатын болады. Сол кезде қолданамыз. Енді біздің коржымыз да пісіп шықты. Барлығын блендердің көмегіменен енді майдалап шығатын боламыз. Корждардың барлығы осылай майдаланып шықты. Енді бұларды құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге кальций қажет. Кальций жылжымау үшін қыстырғышпен қыстырып қойдым, ал астына осындай подложка қажет. Және 80 грамм майды ертіп алдым, және корждың 250 граммын өлшеп алдым. Енді ертіп алған 80 грамм майымызды осы ұнтақталған коржға қосып, барлығын бірге араластырамыз.
Барлығы араласып болды. Енді еш қиындығы жоқ. Жай ғана коржды подложканың үстіне салып, барлығын тегістеп шығамыз. Қолмен немесе осындай лопатаның көмегімен тегістейміз. Астыңғы қабатын барлығын тегістеп болып, енді бортиктарын жасаймыз. Әрине, бортиктерін жасауға кішкене уақыт керек, бірақ осындай әрекеттерменен шет-шетін барлығына корждарды қойып шықтым. Енді біз карамелімізді холодильниктен алдық. Кішкене қоюланған. Осы корждың бетіне құйып шығамыз. Барлығын тегістеп. Енді банан қойып шығамыз бетіне. Менде бұл тортыма бір банан кетті толықтай. Барлығын осылай айналдыра қойып шығамын енді. Бананның барлығын толықтай қойып болған соң тоңазытқышқа жарты сағатқа жіберетін боламыз. Енді тортымыз жарты сағатта тоңазытқышқа тұрғанша біз бетіне крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 33% сливке қажет, салқын болу керек, және 30 грамм сахарный пудра. Барлығын блендермен осылай айналдырамын. Кішкене араластырып болып, сахарный пудра қосам. Және ең қатты жылдамдығына қойып, осылай қоюланғанға дейін араластыратын болам. Енді крем қоюланып дайын болды. Бұны енді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Мешоктың басындағы насадка менде қазір Вупипайдың насадкасы, бірақ сіз кез келген насадканы қойып, торттың бетін әрлей берсеңіздер болады. Осындай шар тәрізді қылып, кремдерді құйып шықтым мен. Барлығын айналдыра. Кремді толықтай жағып болған соң, мен бетін осылай какаомен әрледім. Сосын тоңазытқышқа 2 сағатқа жіберетін боламыз. Мен 2 сағаттан соң тортымды алып шықтым. Енді сыртындағы кальцоны шешетін болам. Бұны шешу кішкене қиындау болады. Шет-шеті ажырамай жатса, пышақтың көмегімен кішкене ажыратып алып шешуге болады кальцоны. Мен Бонафипайдың бетін осылай какаомен және черешнямен әрлеп шықтым. Бірақ сіз кез келген фруктымен, шоколадпен әрлей берсеңіз болады. Осымен біздің Бонафипайымыз дайын. Рецепт ұнады деп сенемін. Және менің инста парақшама жазылуды ұмытпаңыз.